Шөптөгөл мектеп бөбекжай балабақша тәрбиешісі Ақмарал Нұрханқызы. Менің тәрбиеленуші Болат Бекжанұлы. Болат, сен қалай ойлайсың, су бізге не үшін қажет? Шөлдеудің жануарға, қорапқа, ағаштарға, тамақшылар алдында жуынуға. Яғни су бізге өте қажет екен, да? Солай ма? Енді біз бүгінгі тәжірибемізде суда еритін және еримейтін заттарды анықтайтын боламыз тәжірибе арқылы, да? Ендеше біз орындайық тапсырмаларды. Тәжірибеге кірсек, алайық бір-бір топырақты алайық, міне. Бұяламыз. Араластырамыз. Не істеді? Қып-қызыл болып қалды. Өзгерді ме су? Өзгерді. Қандай түске келді? Қып-қызыл. Ал бояу еріді ме? Қарашы, араластырайық. Бояу еріді ме? Еріді. Келесі тұз. Тұзды суға араластырып көрейік. Араластырамыз. Қызықпен. Асықпаймыз. Араластырамыз. Не істеді? Қандай өзгеріс пайда болды? Еріді ме су? Еріді. Келесі. Араластырайық. Енді араластырalım. Не істеді? Ерімеді. Саз балшық суға еримейді екен, да? Түбінде не істеп қалады? Түбінде тұнып шөгіп қалады екен, да? Келесі какао, да? Какаоны салып көрейік. Араластырайық. Не істеді? Қандай өзгеріс байқадың? Ерімеді, затты еді, затты үстінде толқындап тұр. Яғни бұл судың да температурасына байланысты болады екен, да? Келесі Қан тауып көрейік. Араластырамыз. Араласты ма? Араласты ма? Не істеді? Ол ерді. Суға қант не істейді екен? Ереді екен, да? Келесі топырақты суға салып көрейік. Енді араластырамыз. Қандай өзгеріс байқадың? Ерімеді. Араластырамыз, кішкене асықпай араластырайық. Қалай? Қарайық. Ол ерімеді. Не істеп тұр? Ерімеді. Топырақтың жартысы не істеп тұр? Жартысы толқындап тұр, жартысы еріп тұр. Жарайсың. Енді Болат, қарайықшы, қорытындылай келе, біз бүгінгі тәжірибемізді қорытындылай келе, біз суда қандай заттар ериді, қандай заттар суда ермейді екен? Қандай заттар суда ермейді? Бояу, тұз, қан. Олар суда не істейді? Суда ериді. Жақсы ериді екен. Ал ермейтін заттар қандай екен? Какао, топырақ, саз да суда ермейді екен, да? Яғни жартысы ерисе, жартысы ермейді екен. Судың түбінде шөптеп қалады екен. Жарайсың. Біздің бүгінгі тәжірибеміз балаларға ұнайды деп ойлаймыз. Сау болыңыздар.